Мен әкемнің қайтадан сол бір сауатсыздау дейтін шалдың маған айтқан сөзінің мәнін міне 70-ке кеп енді түсіне бастадым. Енді мен сол өсиетті өзімнің қатарластарыма айтамын. Қазір балаларыма, достарыма, шәкірттеріме, бауырларыма сол сөзді айтатын болдым. Мен сол әкемнің маған айтқан ақылынан асып, балама да, шәкірттеріме де, бауырларыма да, жұртқа да айтатындай өсиет ақыл жимаппын. Өзің жеткенше көшіңді ит қарт. Өзің жеткен соң көшіңді тарт дейді. Өйткені айттым ғой, біз жетім өстік. Мұқтажбыз, жақсылыққа мұқтажбыз, адамгершілікке мұқтажбыз. Тіршіліктің игілігіне мұқтажбыз. Сонда айтқаны ғой, өзімсініп кет. Сенің күнің әрқалай әркім бітсет. Білім жағынан болсын, тіршілік жағынан, күнкөріс жағынан, ырыздық жағынан болсын. Сондықтан балам, өзің тәкаппарсынып кетпе, жалған намыс ұстанба. Өзің жеткенше көшіңді ит қарт. Ит сені жетектеп өзеннен өткізе ме? Иттің құйрығынан ұстауға арланба. Ит шанаға мініп сені баратын жерің апара ма? Мін. Ит адаммен жұмыс істесуге келеді. Ит адаммен жұмыс істесуге тура келеді. Істес, көн, тіл табыс. Өзің жеткенше көшіңді ит қарт. Өзің жеткеннен кейін көшіңді тарт дейді. Міне мен қазір қайталап айтам, 70-ке кеп қалдым. Мен әлі көшімді ит қартып білем. Өзім болатындай, көшімді тартып, жеке жол бастайтындай деңгейге жеткен жоқ. Мүмкін жазу сызуымда дербестігімді сақтаған шығармын, немесе жазу сызуда дербес ойымды жеткізе алатындай дербестік сақтаған шығармын, көшім тартқан шығар. Бірақ тіршіліктің мұқтажында, адаммен араласымда, жалпы өмірлік қарым-қатынаста мен әлі де көшімді ит қартып білем. Бізді де қазақтың сөзін ұстайтын бір адам дейді ғой. Мен сол ұстайтын сөздің бір ұшығын итке байлап қоям. Сенің жазу ойыңды, идеология дегеніңді, ғылым дегеніңді түсінбейді. Оқпаса, еріксіз сол оқпаған иттің құйрығына байлап, әйтеу көрімді көріп жүр. Сондықтан да ұлы сөз. Өзің жеткенше көшіңді ит қарт, өзің жеткен соң көшіңді тарт дейді. Бұл адамды жеке басын тәуелсіздікке, рухыңды тәуелсіздікке ұмтылып тұрған сөз екен. Ұлы сөз. Қалай соны менің әкем бала кезімнен айтты, өсиетінің біріншісі осы болды. Мен қазір кез келген шәкіртіме, балама, немереме айнадағы сөз айтқанда осы нәрсені қазір айтатын болды. Күн сайын менің сүйегіме тереңдеп батып келеді. Осы дүниенде ертең келерек барлық ұрпаққа айтатыным, өзің жеткенше көшіңді ит қарт. Өзің жеткен соң көшіңді тарт. Өйткені ит екен деп итпен ырылдассаң, бұл қауіп қана қоймайды, талапта тастауы мүмкін. Бұл өмір заңы. Балам, ешқашан кісіге ант беруші болма. Ант берме.
анттың о дүниедегі сұрауы қатты болады деді. Кейін ес білгенде қарасам, расында да Құранның ішінде ант берме, ант берсең орында деген сөз бар екен. Абайдың да қазақтың ең ауыр қарғысы ант атқан деген сөз дейді. Бұл сөзді үнемі қаперімде ұстадым. Жетіліп келе жатқан кезде, жеткен кезімде де, міне қазіргідей ерім артқа кеткен кезде де әскерде біз үшін оқылған анттан басқа ант бермеппін. Мен ант беріп пионерге, ант беріп комсомолға өткен адам емеспін. Олардан шығарып жіберген. Әлі де сөз бермеуге тырысам. Жарайды, қазір деген сөзді айтпауға тырысам. Істеп, сол нәтижесін өзіне көрсетіп, үндемей кетіп қалғанды ұнатам. Көптің бірі болғанды жақсы көрем. Өйткені осы сөз ылғи да есіме әкемнің ант берме, анттың о дүниеде сұрауы бар деген сөзі есіме түседі. Біз Аллаға сенген кезімізде, сенбеген кезімізде болды. Бірақ о дүниеге баратынымыз анық, о дүниеде сұрау болатыны анық болса, адам сөзіне жауап беру керек. Әкемнің осы сөзі мені көп өтіріктен, алдаудан, алған міндетті орындамай кетуден сақтандырды деп ойлаймын. Қазір де соны бала шағама, немереме, шәкірттеріме, бауыр қарындастарыма, туыстарыма, егер сөзімді қаперіне алатын болса, жалпы қауымға айтқым келеді. Анттың ол дүниеде сұрауы бар. Абайдың айтқан ант атқан деген сөзді естімеу керек те, естіртпеу керек және айтпау керек. Өмірде көп адамдармен араласасың. Әртүрлі жағдайға түсесің. Әртүрлі күйде боласың. Бірақ балам, мынаны есіңе ұста. Жақсы алтын басын исе, тура мағынасын айтайын, боқты көтеніңді аузына тоспа дейді. Анайы сөздеу көрінуі мүмкін, бірақ нақты образдық сөз. Жақсы алтын басын исе, боқты көтеніңді аузына тоспа. Неткен батыл тәуекелді образды сөз. Мына дүниеде өз басым жақсы адамдарды, ұлы, дана, кішпейіл, қарапайым жақсы адамдарды көп көрдім. Солардың алақанының жылуымен, көзінің нұрының шуағының арқасында жетілдім. Тіпті Әлкей Марғұлан, Ғабит Мүсірепов сияқты ежелгі дүниенің данышпандарына еркелеп те сөйлеген кездерім болды. Ал Қайым-Мұхаммед Қанов сияқты дегдарларға, бүгінгі Сейіт Қасқабас, Серік Қирабаев, кешегі Тұрсынбек Кәкішев, Зейнолла Қабдолов, Хамит Ерғалиев, Қалижан Бекқожин, Қасым Қайсенов, Әлжаппар Әбішев, Қалтай Мұхамеджан сияқты адамдарға емін еркін сөйледім. Алдында лақтай ойнап та жүрген кезім болды. Ал енді салыстыр. Мені кейбіреулер оқымысты дейді. Оқымыстың түрі мынау мана, оқымаған шалдың айтқанын түйсігіне әрі жеткен жоқ, соны түсініп келмей жатыр.
Сонда олардың данышпандығы қайда? Табиғи дана ақылы мен табиғи түйсік, сезім, өмірдің тәжірибесі. Менің білімге араласпаған әкемнің өзі осындай сөздерімен 70-тегі профессордегі басын шұлғытып тұрса, өзге данышпан қазақтар не болмады? Сол тәрбие қайда? Мен кейде ойлаймын, шіркін-ай, әкемнің сол тәрбиесін ертерек бала кезімдегі бойыма сіңіріп алмадым ба деп. Тырысқан шығармын, бірақ сіңіріп алғанымнан жұққан тат осы болу керек. Соны сіңірем деп жүріп, жамандыққа емес, жақсылыққа қарай бетімді бұрып жүргенім соның ықпалы болу керек.